Астананы көрмейсің, Нұрсұлтанды көр дейсің. Енді бұған не себеп, қитұрқылық бар дейсің. Орысқа беріп баспана, тіліміз кетті ластана. Қазақшалап сөйлеуге басшылар жүр жасқана. Орыстар келіп Ресейден шүлдірбай жүр мастана. Жағымпаздар көбейді, әртістер шықты қостап Шекараның маңында орыстар жатыр жастана. Орыстарға біздің неге тіл қысқа, егемендік елміз деген бұл іс па? 70 жылдай коммунизм деп өттік, 30 жылдай шөзірледік дұрыс па? Шекарадан өтіп жатыр ит құста, орыс, неміс, Қытай бәрі әр тұстан. Егемендік ел болғаным осы ма? Ар намыссыз ел болдық па бұл тұста? 30 жылдай шүлдірледік талтаңдап, ана тілім қор болды ғой жалтаңдап. Өз еліңде өзің қожа болмасаң, жүретұғын малшымыз ба мал таңдап. Шекарада отырғандар ақшаға неге құнықты, жемқорлар мен таможниктер саяжайда тынықты. Кім көрінген кіріп шығып жүретұғын ел болдық. Біздің қазақ үнсіздікпен дәл осылай сөз ұқты. Шаңыраққа қарашы деп айталмаған сорлымыз. Өз елімде өзім қорбап ішер асқа жарлымыз. Жоғарыда отырғандар ойламай ма осыны? Аңданатын кезің келді, уа қазағым бәріміз. Біздің елдің басшылары тілі қысқа орысқа. 30 жылдай шүлдірледік, осы ісің дұрыс па? Өлінбейік, елім дейік, бірігетін кез келді. Босқындардан бәрі шығады, солтүстікті бер деп орысқа. Соғыссыз-ақ референдум жасайды ғой орыста. Қолдайтын адамдар көп жоғарыда дұрыста. Намыс болса шекараны жаппайды ма басшылар? Тап осылай бола берсе билеп алады орыста.